Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен отбасы хрестоматиясы әлдеден эпосқа дейінгі кітабынан алынған есек пен өгіздің хикаясы туралы оқып беремін. Бір кісі Сүлейменге келіп, жануардың тілін үйрет деп өтінді. Сүлеймен, оны қайтесің, басыңа бәле шақырады. Одан да үйіңе береке кіргізіп, шаңырағыңа шаттық ұялататын рухани ілім үйрен деді. Келген адам өзеуреп отырып алды. Болмағасын Сүлеймен, үйретем, бірақ жан баласына жақ ашпайсың. Ашсаң ажалың жетеді дейді. Келістім, деді ол. Жан жануардың тілін үйреніп, үйіне келсе, есегі мен өгізі сөйлесіп отыр. Тыңдаса, есек өгізге, достым, халің нешік деді. Сұрама, достым, жұмыстан өлуге айналдым. Бір ақыл айтайын, ертең жем берсе жеме, су берсе ішпе, сүйресе тұрма. Зорыққан екен деп жұмыстан босатады деді. Өгіз есектің тілін алып ертесіне жатып алды. Егесі өгіздің орнына есекті 3 күн аямай жұмысқа жекті. Есек әбден қалжырап үйге келсе, өгіз рақаттанып жатыр екен. Есек көзіне жас алып, өтірік жылады. Өгіз, әй достым, неге жылайсың деп сұрады. Есек, өгіз сені қимай тұрмын. Егеміз ертең өгіз жұмысқа жарамаса, оны сойып, етін садақа етіп таратамын деді. Соны уайым қыламын деді. Өгіз шошып кетті. Жалма жан атып тұрып, жем шөпті жеп қойды. Ертесіне жұмысқа қайта жегілді. Бір күні шай басында есек пен өгіздің әңгімесі есіне түсіп, егесі мырс етіп күліп жіберді. Әйелі, неге күлдің деді. Ері айта алмайды, айтса өледі. Әйелі қитығып қалды. Сол күннен бастап, күйеуіне қырсығып, бүк түсіп, теріс қарап жатып алды. Күндіз күйеуіне шай да бермеді. Туыстары келсе қабақ шытып, қонақ келсе күңкілдеді. Отбасының берекесі кетті. Күйеуі бүйтіп қор болғанша айтып өлген жақсы деп ойлады. Далаға шықса, иті қоразға қарап үріп тұр екен. Әй қораз, несіне мәзсің? Егеміз өлейін деп жатыр. Ол өлсе күніміз қараң. Байын бездірген қатын малын бездірмей ме деді. Қораз, сауап, оған сол керек. Пайғамбардан өзіне қатысы жоқ ілім үйренгенше, қатын бала шағасын жөнге салатын білім үйренбей ме? Сонда бақытты болар еді. Енді бір әйелге әлі келмей абыройсыз өлетін болды деді. Қораздың сөзін естіп, егесі есеңгіреп қалды. Қателігін түсініп, пайғамбарға қайта барып, отбасы тәрбиесін үйреніпті. Мінекей, осымен есек пен өгіздің хикаясы қиссамыз аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош сау боп тұрыңыздар.